Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Айгерім. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода осындай керемет қаттаманың жасалу жолын көрсететін боламын. Студент кезімде апам ауылдан пісіріп беретін. Сол қаттаманы сағынып, өзім жасап көрейін дедім. Видеоны мұқият соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жылы суымызды құямыз. Одан кейін жылы сүтімізді құямыз. Келесі үстінен 1 шай қасық ашытқы, 1 ас қасық қант, шамалы тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Енді ұнымызды шетінен салып отырып, осы шанышқының көмегімен араластырамыз. Осылай шанышқының көмегімен бірінші араластырып, одан кейін барып қолымызбен қамырымызды илеген өте ыңғайлы. Қамырмен жұмыс жасауда осылайнан өте жақсы болып келеді. Бір дегеннен қамыр қолымызға жабысып, қамырымызды илей алмай жатамыз ғой кейде. Сол кезде осылай бірінші шанышқымен араластырып алған жақсы. Енді иленген қамырымызды июі қанғанша 15-20 минутқа қойып қоямыз. Мінекей кішкене демалды қамырымыз. Енді шамалы үстінен ұнымызды сеуіп, видеода көрсетілгендей 4 бөлікке бөліп аламыз. Енді қамырларымызды осындай домалақ формаға келтіріп аламыз. Енді оқтаудың көмегімен қамырымызды шамалы жайып аламыз. Келесі осындай үлкендеу оқтаудың көмегімен 2-2 зуаладан қамырымызды жақсылап жайып аламыз. Арасына көп ұн сеппеңіздер, қамыр кеуіп кетуі мүмкін. Шамалы ғана сеуіп жабыспайтындай, осылай жақсылап қамырларымызды жұқа етіп жайып аламыз. Мінекей қамырларымызды жайып болдық. Қатты жұқа қылып жайсаңыздар, қаттамаларыңыздың да ортасы өте әдемі болып шығады. Мінекей келесі 2 зуаланы жаямын. Міне барлық қамырларымызды жайып дайындап алдық. Енді ең алдымен ең бірінші жайылған қамырымыздың үстіне осылай ерітілген сары майды жағып шығамыз. Келесі екінші жайылған қамырымызды осылай видеода көрсетілгендей етіп, үстіне ақырын орналастырамыз. Енді осының үстіне тағы да сары майды жағамыз. Сары майды көбірек жаға берсеңіздер, қаттамаларыңыздың да ортасы жабыспай әдемі болып шығады. Сол себептен сары майды көбірек жаға берген дұрыс. Құрметті менің қыз-келіншектерім, менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта сіздермен осындай пайдалы, жақсы рецепттермен бөлісетін боламын. Ұнаса лайк басып пікір қалдырыңыздар. Барынша сіздерге пайдалы болғым келеді. Мінекей видеода көріп тұрғандарыңыздай, соңғы 4-ші қамырымызды бетіне жаптық. Енді осының үстіне де сары майымызды жағамыз. Енді видеода көріп тұрғандарыңыздай, осылай бір шетін қайырамыз, сары май жағып, және де екінші жағында дәл солай қайырамыз.
Сары майымызды жақтық, енді осылай тағы да бір қайырамыз. Енді дәл ортасынан бөліп кесіп аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай бірінші кесілген бөлігін осылайынан ораймыз. Міне екінші бөлігінде жақсылап орап алдық. Осылай біткен жерін астына қарай қайырып қоямыз. Үстінен шамалы ұн сеуіп, оқтаудың көмегімен қамырдың қалыңдығы 1 сантиметрдей болғанша жұқалап жаямыз. Дайын болған қаттаманы табамызға ақырын орналастырамыз. Енді қаттаманың бетіне жұмыртқаның сарысын жақсылап жағып шығамыз. Қалауларыңызша мак немесе осындай қара күнжіт, ақ күнжітті себеміз. Енді кесешканың көмегімен тағы да бір жүргізіп шығамыз. Енді қызып тұрған пеште 200 градуста 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей қыздар, біздің қаттамамыз толықтай пісіп шықты, өте әдемі болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Керекті ингредиенттерді астындағы описание бөліміне жазып қалдырдым. Мінекей ортасы да барлығы толықтай пісіп шықты. Сіздермен болған Айгерім. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеоларда кездескенше.